Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте нәзік әрі жұмсақ болып шығатын пломбир тортымен бөлісетін боламын. Пломбир тортын пісіру үшін ең алдымен пломбир кремін дайындап алу қажет. Ол крем менің видеомда, каналымда бар, сондықтан содан қарап жасасаңыздар болады. Бұл пломбир торты молочный девочка тортына өте қатты ұқсас келеді. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып және еріген сары майымызды құйып, сгущенкамызды құйып, сгущенканың қою болғаны жақсы, сондықтан айналайын, тіржылайын сгущенкалары жақсы барады бұған. Және миксердің жай жылдамдығынан бастап барлығын біркелкі араластырамыз. Енді ұнымызды, какао разрыхителіміздің барлығын илекке осылай өткізіп, массамыздың үстіне 2 бөлікке 3 бөлікке салып, осындай қою масса шығарамыз. Қоймалжың масса болып, осындай болып шығу керек. Енді дайын тестімізді пергамент қағаздарына төсейміз. Ең алдымен пергамент қағаздарымызды осындай ыдыстың көмегімен батырып, із қалдырып аламыз. Немесе карандашпен сызуға болады, дөңгелек етіп. Міне осындай із болып шығады. Немесе карандашпен сызуға болады. Мен осылай етіп барлығын 4 бөлікке бөліп істедім. Және 4-еуіне осылай құйып әзірлеп қойдым. Барлығын 180 градуста 5 минут, 10 минуттың арасында пісіріп аламыз, осылай 4-еуін. Содан кейін корждарымызды жинаймыз. Мен корждарымыздың жан-жағын кеспедім, бірақ бұны тегістеп, әдемілеп кесуге болады. Енді дайын кремімізді алып, барлығын біркелкі тегістеп, салып, жинап, осылай кремімізді әдемілеп жағамыз және холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді айналасының барлығын осылай пышақтың көмегімен алып шығып, кольцомыздан шешеміз. Айналасының барлығын тегістеп, бетін әдемілеп, бетіне глазур қоямыз. Яғни еріген маймен шоколадты ертіп, бетіне әсемдейміз. Және әсемдеу өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен осылай әсемдедім. Достар, торт өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады, сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Және каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.